міне бүкіл әлемді қаржылық дағдарыс жайлап келе жатыр. Оның үшін Батыс пен Ресей арасында кикілжің жүріп жатыр, көптеген қиыншылықтар келе жатыр. Осы барыста қазақта сөз бар ғой, сақтансаң сақтаймын деген. Етек жегімізді қымдап, әрқандай қиыншылыққа дайын болуымыз керек. Сол үшін осы сайлаудың маңыздылығы бар деп ойлаймын. Оның үстіне кеше Конституциялық сот айтты, бір мерзімнен бұрын сайлау өткізу ешқандай Конституцияға қайшы келмейді. Қайта бір жылда 2 рет сайлау өткізу дұрыс емес деп отыр. Осы тұрғыдан келгенде, жалпы біздің халқымыздың жағдайына, халықаралық жағдайына қарағанда бұл сайлау өте маңызды. Өнен кейін Қазақстан Халқы Ассамблеясының осы ұсынысы дер кезінде болды деп ойлаймын. Мына Қазақстан дербестік жариялағаннан кейін 2 аптадан кейін президент өзі бүкіл жер әлемде оралмандарды ата қонысына шақырды. Осы ара 20 жылда бізде Қазақстанға миллионға тарап отбасы оралды. Оның көптегендер жұмыспен, баспанамен қамтылды. Мысалы 2000 жылдан 2009-ға дейін біз қандастарымыздың көшінің алтынғы дәуірі деп айтуға болады. Кейінгі кезде көптеген кемшіліктер болып жатыр заңға байланысты. Енді міне президенттің тапсырмасымен парламентке жаңа көші-қон заңы келіп түсті. Біз заңнан біз хабардармыз, көптеген жақсы тармақтар бар. Біз осыған сенеміз. Оның үстіне президент өзі айтып отыр, біз көші-қон заңына қатты мән беріп, оралмандардың көбеюіне мән беріп отыр. Осы тұрғыдан алғанда енді көш жүргізіледі дейді. Біз осы алған заңнан көп үміт күтеміз. Осыдан кейін елге оралудың жаңа бір толқыны басталады деп ойлаймын. Осы 20 жылда біз президенттің басшылығына көптеген жетістіктерге жеттік. Мысалы 98 жылғы Азия-тынық арасы дағдарысты, 2008 жылғы дағдарысты еңсердік, көптеген жаңа мемлекет құрдық, Астана құрдық. Мысалы президент мен еңбегін атап өтер едім. Бірінші, сол Алматы өкпелі заманда кеңес одағынан халықты нарыққа бастауы. Бізде нарықтық қатынастар орнап болды. Екінші, жаңа Астана салды. Үшінші, жаңа көші-қон заңын жүргізіп, дүниеде 3 ел бар, қандастары бір Германия, бірі Израиль, енді бір Қазақстан. Осы тұрғыдан келгенде біз президентке сенеміз. Әлі де бізді көптеген жақсылықтарға, үлкен жеңістерге бастайды деп ойлайды. Оны осы жақтағы миллиондаған оралмандар жан тәнімен сезінеді. Сол үшін де біз ұлт көшбасына дауыс береді деп ойлаймын оралмандар. Болашақта егер сайлауға түсіп жатса президент.